Армысың тыңдарман, Нұреке доктор арнасына қош келдің. Жасанды кірпіктің 3 зияны. Бірінші, жасанды кірпік қабақтың терісіне айтарлықтай зиян келтіреді. Егер кірпік жалғайтын маманның желімі сапасыз болса, терінің қабынуы және бөртуі мүмкін. Екінші, табиғи кірпіктеріміздің түсуі қалыпты жағдай. Ол да басымыздағы шаш сияқты уақытымен жаңарып отырады. Орта есеп бойынша табиғи кірпіктің мерзімі 200 күн. Одан кейін орнына жаңа кірпік өседі. Ал жасанды кірпік жалғайтын кезде олардың мерзімі қысқара береді. Әсіресе көлемді кірпікті жапсырғанда табиғилары тез шаршайды. Үшінші, жасанды кірпіктен өзіңіздің кірпіктеріңіздің зақымданатыны айдан анық. Ол әсіресе маманның сауатсыздығынан және кірпікті өзіңіз алып тастайтын болсаңыз еселене түседі. Сол себепті жасанды кірпік жалғау кезінде, алу кезінде де білікті маманның қызметіне жүгініңіз. Мүмкін болса, жасанды кірпікке жоламаңыз. Сұлулық құрбандықты талап етеді десек те, табиғи дүние қашанда жоғары бағаланады.